Әр жылдың соңында Forbes журналы дүниенің ең күшті адамдарының тізімін ұсынады. Бұл тізім лидерлердің танымалдылығы және жаһандық оқиғаларға әсерлерін ескере отырып дайындалады. Барлық осы факторлерге қарағанда тізімде 3-ші орында Ангела Меркель, 2-ші орында Дональд Трамп, 1-ші орында да Владимир Путин бар. Сондай-ақ 2013 жылдан бері Ресейдің Америка Құрама Штаттарына немесе Үндістан, Қытай сияқты басқа да халық саны көп мемлекеттерге салыстырғанда 145 миллион халық санының бар екенін айтсақ, бұл таңқаларлық бір жағдай. Ресей экономикалық тұрғыдан күшті болуы мүмкін, бірақ жалпы ішкі өнім жағынан әлемнің ең күшті 12-ші елі болудан әрі қарай өте алмай жатыр. Ендеше Путин неге соншалықты мықты? Қарапайым бір өмірден көтеріліп, әлемдегі ең мықты адам қалай бола алады? Және бұл мықты адамның біздің өмірімізге қандай әсері бар? Бірге тамашалайық. Путин 1952 жылы бүгінгі Санкт-Петербургта дүниеге келді. Әкесі фабрика жұмыс істеді және алман әскерлерінің шабуылы кезінде 2 ағасы да жас кезінде өлді. Сол уақытта мемлекетінде 1 миллионнан астам адам аштықтан қаза тапқан еді. Жас кезінен бастап кеңестік кезіндегі тыңшы фильмдерінен жігерленіп, кеңестік барлау агенттігі мемлекеттік қауіпсіздік комитеті үшін бір тыңшы болмақшы еді. Санкт-Петербург мемлекеттік университетінде заң білімін алды және кейін мемлекеттік қауіпсіздік комитеті атына Германияда құпия тыңшы болып жұмыс істеп, Шығыс Германия социалистік құлдырауына жол ашатын іс-шараларға қатысты. 9 қараша 1989 жылы Берлин қабырғасы құлайтын кезде құпия КГБ файлдарын немістердің қолына өтіп кетпеу үшін өртеген еді. Осы кезде кеңестік социалистік республикалар одағы 15 мемлекет болып тарады. Путиннің кезінде орыстар 2 миллион шаршы шақырым жер жоғалтқан еді. Кейін ол мұны 100 жылдың геосаяси апаты деп атады. Жаңа үкімет бұрынғы коммунистік режимнің иелігіндегі энергия, тау кенісі және байланыс компанияларын шамамен 45 мың мемлекеттік кәсіпорындарын барлығын сатуға мәжбүр болды. Ресей экономикасы былай айтқанда құлдырап жатқан еді және бұл компаниялар бүгінгі Ресейдің олигарх басқарушылары деп аталатын бірнеше өте бай адамдардың қолына өткен еді. Жаңа Ресей үкіметі мемлекет болып қалыптасып келе жатқанда өте қиын кезеңнен өтті. Бірінші президент Борис Ельцин батыспен ынтымақтас болғаны үшін әйгілі емес еді және бұл жетпегендей алкаш еді. Орыстар оның батыстың қуыршағы және клоун деп ойлап отырған кезінде ол үкіметтің басында қалу үшін олигарх басқарушыларына саяси үкіметті тапсырып, олардың тағы да күшеюіне жол ашты. Барлық осы нәрселердің артынан Путин өз мемлекетіне қайта оралды, саясатқа кірді және жарнама бола бастады. Борис Ельциннің сеніміне кірді және 1999 жылы Ельциннің президенттіктен кетуі және президенттікке Путинді ұсынуымен тезде Ресей Федерациясының президенті болды. Путин келуінен алдын Кеңес Республика одағы тараған еді және Ресейдің көп жерлерінде сепаратистік қозғалыс бар еді. Ресейдің 89 федеральдік округін оңайрақ басқару үшін 7 әкімшілік ауданға бөліп, қайтадан ұйымдастырды, жүйені өзгертті. Осылайша осы аймақтардың жергілікті басқаруы енді жұртшылықпен сайланбай, Путиннің айтқанымен сайланатын болды. Барлық осы жеке шешімдерді демократияға қарсы деп білсе де, негізінде осындай шешімдер Ресейді оны тағы да танымал ететін еді. Путин бірнеше орыстың Ресейде іскі күшіне қайтара алатын мықты біреуді қалағанын түсінді. Халықтың мақтанышын және күшін қайта алғысы келетінін білетін еді. 2000 жылында біраз басқаша сөздермен болса да, ескі кеңес әнұранының сынға алынса да, сол әнұранды қайта алып келді. Бұл графика кеңес одағы тарағаннан кейін экономиканың қалай құлдырауын көрсетеді. Бұл да Путиннің саясатқа кірген уақыты. Путин олигарх басқарушыларының және мафияның үстіне темір жұдырық сияқты түсті. Олигарх басқарушыларын өз ережелерімен қысымға алды. Почему здесь-то забегали все как тараканы перед самым моим приездом? Если собственники договориться между собой не смогут, но если вы договориться между собой не сможете, то это будет сделано без вас. Путинді қолдағандар марапаттанып, қолдау көрсетпегендерді ойындан шығарылатын еді. Вы подписали этот договор? Да. Олег Владимирович подписал? Что я не вижу вашей подписи? Идите, подпишите. Идите ко мне. Ручка у меня, видите? Абсолютті қуатты қолына кірткеннен кейін олигархтарды қысыммен өзіне және Ресей үкіметіне тәуелді етіп қоятын еді. Сондай-ақ 2000 жылы үкіметке келгеннен кейін тезде Ресей медиа тізгінінде өз қолына алды. Содан кейін ең үлкен 10 орыс компаниясының 5-і Ресей үкіметіне тиесілі, немесе осы компаниялардың үлкен акциялары үкіметке тиесілі болды.
Барлық хабар орталықтары өкіметке тиесілі насихат машинасына айналып, және осы режим әрдайым оның мықты бір лидер екендігі туралы әңгімелер айта бастаған еді. Мықты, сүйкімді және харизматикалық болып көрсетілуіне тырысқан имиджі үшін жануарлар мен балаларға көп көңіл бөлетін, суретке түскенде ұқыпты және жиі басқа біреулердің кәсібімен айналысқанда адам сенгісіз жетістіктерге жеткен сияқты көрсететін еді. Қара поезды дзюдошы Путин жаттығу кезінде. Ольга шығанағында бір киттен тері үлгісін алуға көмектескен кезде, Финляндия шығанағында орналасқан бір су асты кемесін зерттеу кезінде, бір ғылыми зерттеу кезінде ақ аюның бойын өлшеген кезде, сирек кездесетін қоқиғаз түрінің қорғау астына алатын кездегі ғылыми зерттеулерді планермен ұшқан кезде, мотоцикл айдаушылармен бірге мотоцикл айдаған кезде, ату практикасын істеген, Формула 1 жарыс кезінде, ат шапқан кезде, хоккей ойнаған кезде, балық аулау кезінде, жүзу кезінде, мейірім танытқан кезде және ән айтқан кезде. Ешкім бұл мемлекетте Путин сияқты танымал атақты емес. Оның осы танымал суреті адам сенгісіз археологиялық табулар болған екі антикварлық грек амфорасы орналасқан Қара теңізде түсірілген еді. Және айтылған нәрселерде тек қана жүзіп соларды тапқаны туралы. Бірақ тез уақыттың ішінде Путиннің соларды табу үшін сол амфораларды арнайы қойдырғаны туралы хабарлар тарады. Барлық осы нәрселердің артынан орыстардың түсінгені Путиннің адам сенгісіз мықты, мачо, әсерлі және идеал орыс еркегі болуы еді. Елдің этикалық азаматтарына берілген хабарда осы. Бұл жердің иесі менмін. Елді жоғалтып алуым туралы уайымдаудың қажеті жоқ. Саумын, мықтымын және барлығы жақсы болады. Путин режимі 2005 жылында қазіргі таңда орысша, арабша, ағылшынша және немісше ақпарат беретін желіге қосылған Russia Today мемлекеттік телеканалын құрды. Мақсаты да орыс көрермендер емес, халықаралық мүдде. Тек қана Russia Today YouTube каналында бейнелер 5 миллиардтан жоғары көрілген, профессионалды түрде жасалған қаһармандық жарнамалармен толы. Бұлардың барлығы Ресейден шығады және осы бейнелер арқасында Путиннің дүниежүзінде абыройы артуда. КСРОдан кейін күрделілік кезеңінде бейресми түрде ажыраған бір аймақ Шешенстанда өте қатты зорлық-зомбылық және көтеріліс бар еді. Шешен соғыс адамдар Ресей жерлеріне барып және шекараларды жарып жатқан еді. Бұл жарылыстар Мәскеумен бірге басқа да қалалармен қоса 300-ден аса адамды өлтірді. Путин тыңшылық кезінде үйренген аяусыздығымен және қатыгездігімен шешендерге қарсы төлемі өз адамдарым, тіпті өз балаларымның өлімі болса да барлығыңызды жоямын деп Шешенстанның астанасы Грозныйды таңдап өте аяусыз бір соғысты бастады. Шамамен 80 мың халықтың өмірін жоғалтумен бірге бір жылдың ішінде Ресей Шешенстанды өз контроліне алды. Бұл оқиға кезінде Путиннің сайлану пайызы 2% еді. Соғыстан кейін бұл 2% 45%-ға дейін ұшты және билікті қолға алды. Журналистер одан кейін Ресей қауіпсіздік агенттерінің Мәскеудегі жарылыс оқиғаларды қылмыстық серіктес болуы мүмкін деген дәлелдерді тапса да, жабық мемлекеттік тергеумен бірге барлық негатив пікірлер аз уақыттың ішінде жойылатын еді. Енді Путин бірінші олигарх билеушілерінің, кейін элиталардың, кейін халықтың тәрбие төлеумен бірге көз қарастарды Ресейден тыс шығаруға еркін еді. Сол уақытта ақшпен қарым-қатынасы жақсы еді. Бірақ Путин Джордж Буштың демалыс жерінде демалса да, кейбір нәрселер өзгеретін еді. Тамыз 2008-де Ресей өз күшін көрсету үшін ескі кеңес одағының жері болған Грузияны мемлекеттік барлық ғаламтор желілерін үзіп басып кірді және әлемнің барлық жерінен келген айыптаушылықтармен бірге Грузияның екі аймағын өз жерлеріне қосты. Ресей өте үлкен болса да, океандарға жетуі шектеулі. Арктика океаны әр жылы шамамен 6 ай бойынша тоңады. Ресейдің Қара теңізге қатынасы болса да, әлде жерорта теңізіне қарай ашылған жолдарды басқарған Түркияға байланысты. Осы себепті Украинадан 2014 жылында Севастополь портын және Қырым түбегін алып, Қара теңізде өте маңызды әскери базасының иесі болды. Украина Еуропа сияқты болып жатыр және Путин Украинаның НАТОға қосылуынан қорқып тұр. Осы себепті орыс хакерлер Украинаның шығыс жағында наразылық шығаратын насихат науқандарын жүргізетін еді және Путин Украинадағы соғысты қолдаған еді. Таяу шығыста ақш-тың барлығын және Түркия сияқты бәсекелес мемлекеттерді әлсірету үшін диктатор Башар Асадтың Сириядағы қанды азаматтық соғысын қолдап, қару және соғыс ұшақтарын жіберіп отыр. Путин режимі Еуропа мемлекеттеріндегі экстремистік кандидаттарды қолдайтын насихат науқандарын жүргізеді. Мажарстандағы Йоббик партиясы, Австриялық Еркіндік партиясы, немесе Италиядағы Форза Италия сияқты
Шет елдегі бірнеше орыс тараптық партияларды қолдап, француз сайлауларында президенттікке кандидат болған Марин Ле Пенні миллиондаған евромен қаржыландыруда. Путин қысқасы батыс демократияларындағы саяси бөлінуді және тереңдетуді Ресейдің пайдасына қолданатынын ойлап, батыстың әлемдік деңгейін бұзып, Түркияның аумақтық үстемдігін әлсіретуді мақсат қылып қойған және Ресейді милитаристік бір қауымға айналдыруда. Сондай-ақ Ресей Украинаны Ресейге қарсы провокация дайындығымен айыптап, Украинаның соғыс кемелерін атып түсірді және оларға қарсы ашық соғыс жариялады. Украина және Ресей ынтымақтастық келісімшартын жойды. Осылайша Ресей Украинаның дамуына кедергі жасап, НАТОға қосылуына кедергі жасамақшы еді. Бұл оқиғаларға НАТОда Ресейге ашық, істеген істеріне жауап беретіндігін айтып ескертті. Ресейде қазіргі таңда халықтың көп бөлігі наразы. Өйткені тауарларға, қызметтерге келген салық халық үшін өте ауыр, және бұл үкіметтің экономикасында проблема бар деген сөз. Көреміз, Ресейді алдағы күнде не күтіп тұр. Келесі бейнеде көріскенше, мен Мардан.